Аштықтың басты қаупін біз құрғақшылық деп ойлаймыз, бірақ одан да қорқынышты мәселе бар. Бүкіл әлемнің ауыл шаруашылығы бір ғана ресурсқа байланған. Егер ол таусылса, келесі жылы ақ планета бізді асырай алмайды. Сөз Марокко және оның фосфорит қоры жайында болып тұр. Бұл кез келген тағамның биологиялық қаңқасы. Фосфорсыз бидай да, күріш те, соя да өспейді. Енді қарапайым математикаға назар аударыңыз. ОПЕК әлемдік мұнай қорының 40%-ын бақылайды. Тіпті мұнайдың баламалары атом және күн энергиясы бар. Ал Марокко болса, әлемдік фосфор қорының 70%-дан астамын қадағалайды. Оның баламалары жоқ. Оны зертханада синтездеуге немесе жел диірменімен алмастыруға болмайды. 2026 жылы біз қауіпті шекке жеттік. Әлемде халық саны өсуде, топырақ құнарсыздануда. Бізге көбірек тыңайтқыш қажет. Зерттеулер фосфорлы тыңайтқыштарсыз әлемде өнімділік тура 50%-ға төмендейтінін көрсетуде. Бұл математикалық тұрғыда 4 миллиард адам аш қалады деген сөз. Сонымен қатар Марокко бәсекелестері азаюда. Қытай өзінің қажеттілігі үшін экспортты жауып тастады. Американың бүкіл қоры таусылды. Енді бүкіл әлем Марокко короліне кезекке тұруда. Сондықтан осы аймақтағы кез келген қақтығыс немесе бағаны көтеру туралы шешім әлемде азық-түлік құнын бір айда екеселеуі мүмкін. Геосаясат өзгеруде. Бұрын соғыстар энергоресурстары үшін болса, келесі соғыс азық-түлік үшін болуы мүмкін. Бүкіл әлем фосфор инесіне отырған, және экономистер мұны алдағы 10 жылдықтың басты қаупі деп атайды. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бүкіл әлемдік аштықтың нақты себебі осы болуы мүмкін бе?